Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Халық билерінің теориясы мен әдісі пәнінің бүгінгі сабағын бастаймыз. Алдыңғы бірінші, екінші, үшінші, төртінші сабақтарда экзерсис туралы ұғымға, экзерсис жанындағы жаттығулардың құрылымына, жаттығуларды құрастыру реттілігіне, орыс билерінің мәдениеті мен би өнерінің тарихына тоқтаған болатынбыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жартылай және толық отыру жаттығуына комбинация құрастыру. Бүгінгі видео сабақты өткізуге маған көмектесетін студенттер: 3-ші курс студенті Қали Айша және 2-ші курс студенті Рим Валентина. Осы пәнді сүйемелдейтін концертмейстер Нұрында Қадырбергенова, Баян Ысқақова. Сәлемдесу, дайындық, спокойно и бірінші оқу жылында сендер классикалық билердің теориясы мен әдісі пәнінде меңгерген болатынсыңдар. Плие жалпы француз тілінен аударғанда отыру деген мағынаны береді. Плие екі түрде болады: жартылай отыру деми плие, толық отыру гран плие. Классикалық биде деми плие және гран плие ашық 4 позиция бойынша орындалады: бірінші, екінші, бесінші және төртінші. Халық биде деми плие және гран плие ашық, жабық, тік позициялар бойынша орындалады. Мысалы, бірінші ашық позиция, екінші ашық позиция, арақашықтығы қанша болу керек? Бір табан ұзындығы. Үшінші ашық позиция, өкшеміз екінші табанның ортасына тіркеледі. Төртінші ашық позиция, екі аяғымыз параллель, екі сызықта тұрады. Одан кейін бесінші ашық позиция, одан кейін бірінші тік позицияға түсеміз. Бірінші тік позициядан кейін екінші тік позиция, екі параллель сызық бойынша. Үшінші тік позиция, екі иықты тік ұстап, екі табан, бір табан екінші табанның ортасына тіркеледі. Одан кейін төртінші позиция тік, арақашықтығы ашық позиция. Одан кейін бесінші тік позиция, екеуі бір-біріне қойылған. Тағы да жаттығудың орындаудағы кездесетін позиция бірінші жартылай позиция, аяқ басы қосылады, қатты қосылады, екі өкше барынша ашылады, екі сильно открываем ноги, хорошо, и вторая открытая, екінші ашық позиция. Міне осы позициялар бойынша халық биінде жартылай және толық отыру орындалады. Бүгінгі біз меңгеретін комбинацияда орыс халық билері кеңінен билерінің қимылдары негізінен кеңінен пайдаланылады. Мысалы, припадание деген тербелу, аяқтың ұшында жүру, балалар, өздерің білесіздер. Одан кейін дорожка дейді. Айша, дорожканы көшіріп. И, бір, екі, үш, төрт. Айша, енді қолсыз орындап қойыңыз, қайталаймыз. И, бір, екі, үш, төрт. Бұл жерде қолдарды белгіде қоюға болады, немесе дене бойынша жіберіп бос қоюға болады. Орыс биінің негізгі билерінің бірі хоровод. Бүгінгі комбинацияда біз хоровод биінің қимылдарын пайдаланамыз. Жалпы хоровод деген би орыс халқының ежелгі би түрлеріне жатады. Олар жастар
кешінде немесе жаңағы дәнді дақылдарды егіп жинаған кезде мерекелі хоровод билерін билеген. Хоровод билерін көбінесе қыз балалар орындайды. Хоровод билерінің жақсы үлгілерін біз қазіргі кезеңде Березка, Игорь Моисеев атындағы халық биі ансамбльдерінің репертуарынан көруге болады. Хоровод жалпы шексіздікпен орындалады. Шексіздікпен сызылатын суреттеме бойынша шеңбер, линия дейді, сызықтар бойынша үздіксіз шексіздік дегенді білдіреді. Хороводты көп жағдайда массалық би деп атауға болады. Өйткені бір қалыпта, бір сәтте көптеген бишілердің биді орындауын хоровод биінде көруге болады. Балалар жаңа комбинацияны танысу үшін әуелі біздің 3-ші курстың студенті Айшаның орындауындағы комбинацияны көріп тамашалап баға бердік. Орыс халқы сипатындағы жартылай және толық. Музыкасы орыс музыкалық, лирикалық халық музыкасы. Дайынбыз, Айша? Орындаға дайынбыз. И екінші курс студенті Виолеттаның қалай меңгеретінін көрейік. Жаңадан комбинацияны бірге меңгереміз. Айша көмектеседі. Комбинация бірінші балалар сәлем беруден, яғни поклоннан басталады. Поклонды орындаймыз. И төртінші позицияға қадам, бір қадам ауысамыз, оңай салмаққа ауысамыз. Демиплие арқылы қайтадан ауысамыз, артқа салмақпен, бұл дегаже деп аталады. Одан кейін припадание. Оңай ағалар бір припадание, одан кейін екінші припадание, қол басы ұштары еркін, екінші қолмен стамбық ұстаймыз. Әрі қарай. Үшінші припаданиеда аяқты 25 градусқа ашамыз, аяқ бас үшін қатты тартамыз, оң аяқты ашамыз барынша залға қараймыз, белімізден иілеміз, яғни подыбравий. Бесінші нүктені артқа тартамыз. Әрі қарай. Сутеню жиналамыз. Сутеню бұл жерде, Айша, сутеню қара. Сутеню бұл жерде. Қатты бесінші позицияға жинамалы. Виолетта, жинамалы. Денемізді қосып, бірге айналып барып, айналу барысында бірінші позицияға келеміз. Әрі қарай. Қолды ашқан кезде өкшеге. Орысша накаблук деп айтады, халық билінде. Өкшеге тіреліп, артқа қарай сәл құлаймыз. Денемізді еңкейміз, арқамыз бірдей. Тегіс екеуміз бірдей. Басымызды созамыз. Әрі қарай бірден қайт бастап қалыпқа келген кезде бірінші позиция арқылы қолымызды жағамызда аяқ ұшына төмен түсеміз. Түсінікті ме, Виолетта? Әрі қарай Айша орындайды. Бір
қолмен ере қозғалады. Қайтадан бірінші позиция арқылы жабамыз. Плие басын жасайық. Бірінші деңгей плиені. Екі түсіреміз бермек. И бір плие жабамыз. Тап осындай екінші плие орындаймыз. Плие жабамыз, ашамыз. И қолымызды жабамыз. Әр қарай бірінші тік позиция арқылы гранд плие орындағанда тап сол қалыппен төмен түсеміз. Төмен түсеміз, қолды ашамыз. Еденге жеткенде барып аша, өкшемізді көтереміз. Әр қарай өкшені қойып барып көтерілгенде 5-ші точканы қалыпта ұстаймыз. Бірінші позиция арқылы қолымызды жинаймыз. Диалектқа түсінікті ма? Екі көтермейміз. Бір қайталап жүрейік. Төрт, яғни санаймыз. Дайымыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Молодцы, жетті. Дальше. Бір, екі, үш, төрт. Бір жұмыс аяқталды. Екі деми-плие, бір гранд плие. Әрқарай бір деми-плие жасаймыз. Отырамызда халыққа ашыламыз, яғни зал ортасына. Алақанымыз екінші, қолдарымыз екінші позицияда, алақанымыз жоғары. Әрі қарай жиналамыз бірінші позицияға, аяқтың ұшына көтерілдік. Басымыз зал ортасында. Шынтағымыз денемізден сәл алды. Енді бір қадам жасаймыз төртінші позицияға, тік позицияға. Арақашықтан қанша? Расстояние сколько Виолетта? Бір табан, на стопа. И садимся на плие. Вот здесь тоже барлығына бұлшық еттеріміз, бауырларымыз бәрі жұмыс жасау керек, классикалық медиа сияқты. Міне, денеміздің жұмыс жасап тұрғанын, аяқтың бұлшық еттер жұмыс жасап тұрған сезу керек. Жай ғана көтерілеміз, көтеріліп жатып, сразу бірден екінші аяқ кетеді. Тура тік позиция, екінші деми-плиені орындаймыз. Бұл жерде мынандай қатешік кетпеу керек. Мына 5-ші точкамыз артқа кетпей жиналу керек. Арқамыз тік тұру керек. Одан кейін сәл көтерілеміз. Енді гранд плие жасар кезде қолымызды ашамыз. Гранд плиеге. Аяқ ұшында қалып қала береді, Айша? Енді көтерілер кезде тап сол қалыпты ұстаймыз. Бұл жерге көп күш керек. Қолымызды жаймен жинаймыз. Түсінікті ма? Енді музыкасыз бір орындап көрейік үйренген қимылдарымызды. И дайымыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бұның бәрі тез орындалады. Әр қарай. И бір, екі, үш, төрт. Гранд плие, үш, төрт. Әр қарай. Бір, екі. Халық музыкасында қосымша ноталар қосылады, сол кезде біз толықтырамыз қимылмен. Әр қарай. И бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Молодцы. Балалар жаңағы үйренген қимылдарымызды енді музыкалық аспаппен бірге орындап көрейік. Дайынбыз. И комбинацияны би қимылдарды үйлестіру керек болғандықтан біз әрі қарай жалғастырамыз қимыл болсын. Станокқа бұрыламыз, Виолетта. Екінші қолды станокқа тұрап қоямыз. И өкшеге құлаймыз артқа. Естеліне ме бірінші позиция бойынша біз кіріспеде орындаған болатын.
білесіздер, өкшені жатқызамыз, аяқтың тізесін ашамыз, күйеуіш аяқ барынша ашық қалыпқа ашамыз. Мына берлік тарапы болады. Чуть-чуть присядь. Басымыз сол жаққа қарай. Әрі қарай осы аяқты сәл жұмсатып барып отырамыз, ауысамыз. Бұл қимылды қалай айтады? Тирбушон, классикалық билеу. Яғни аяғымыздың ұшын тартамыз. Тирбушон балалар 5-ші позицияда отырғанда ашқанда батмақтан арқылы жіті дөңгелеткенде тирбушонға түседі. Әрі қарай қайтадан қимылды қайталаймыз. Қолымыз шындағымыз. Жөнделді. Әрі қарай тағы да екіншісін қайталаймыз. Хорошо. Әрі қарай аяқты жинап, сол аяққа аяқ ұшына жиналамыз. Одан кейін припадание, 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 припадание. Берлікте неше припадание жасады? 4 припадание. Дұрыс айтасың. Аяғымыз, қолды жабамыз. Аяғымыз соликудыке деген позицияда қалды. Қалыпта. Позада тұр. Отырамыз. Дәл отырамыз. Енді қараңдар. Фондюдің орындағында кездесетін қимыл. Раз көдекке жабып. Қайтадан ашамыз. Тереңдей түсеміз. Төртінші позиция арқылы отырып, ауысамыз. Тағы да қарай жасаймыз. Аяқтың жағына қалды. Дәлетті мына ауысып алып келдім-да. Мына сырт барып, проглаживаешь, 4-й позиция. Дмитрия показываешь. Да? Садись. И раз, и два, и три, 4. Енді Айша берілетті. 4-ші позиция бойынша Дмитрия жасайық, ашық позиция тұрады. Ашық позиция. Ара ашықты қанша болу керек? Бір табақ, арнасына қалып, Постоянно. Вот так развернуться. Постоянно. Вот, енді қараңдар. Бірінші Дмитрийге отырған кезде дененің салмағы екі аяқтың ортасында болу керек, міндетті түрде. Одан бұрын мына тізеде ашылу керек. Яғни тізенің айналымдылығы, выворотты істеймізде аяқтың ашық қалыптығы бәрі бұл жерде ойнайды. Әрі қарай. Екіншісін қайталаймыз. Тереңдетеміз, сырып барып, көтерілеміз. Артқымда қимыл қалай аталады? Позиция, поза. Поза дейді, қалып. Батман таңдей. Батман таңдейді аяқ өкшесін жатқызу керек. Әрі қарай. Станокқа бұрыламызды білдіртпей бұрыламыз. Жұмсақ жай. Екінші позицияға көшеміз ашық позицияға, 5-ші точкамыз тартамыз. Дмитрийге жартылай отырып. Ауысамыз оң аяққа, батман таңдеу. Диалектқа мына жерде мынандай қате болмау керек. Аяқ басы үшін болу керек. Әрі қарай. Бір, екі, молодцы. Қолды жинап, басқа көтереміз. Мына жерде сәл иілеміз. Белдене. Әрі қарай 5-ші позицияға жабамыз. 5-ші позицияға жатқанда қандай қате жібермеу керек? Қойған кезде біз қозғалмауымыз керек, тік қоюымыз керек. Әрі қарай 2 Дмитрийге, бір Дмитрийге, 2 Дмитрийге, екінші, Гран-Прие. Когда мы приземляемся, пятку поднимаем, да? Өкшені қоямыз дерлікті. Сосын бар, көтерілеміз. Молодцы. Әрі қарай. Екінші точкаға дорожка. Иықты бір көтереміз. Әрі қарай.
Қайтадан тіркелеміз. Мына позицияны ұстап қалу керек. Артық қимыл болмау керек. Екінші кеттік. Через маленький рот. Рот. Үйтейік. Әрі қарай. Аяқ шумен кеттік. Қай аяғымыз, оң аяғымызда кеттік. Оң сол қадам. Бірінші позиция. Екі аяқ. Әрі қарай. И енді бұл жерде переменный вводкада ұсайды, подготовке ұсайды, ауыспауға. 1, 2, 3, көзетпей аяқ ұшы тік жинаймыз. Қайтадан 1, 2, 3, көзетпей. Сәл етті, қисайтамыз. Қолымызбен қысамыз енді. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Қолды. Сол қолымызды жоғарыда. Әрі қарай қолды түсіреміз. Сол иықпен станокқа қарай айналамыз. Айналамыз. Көрерменге комбинацияны аяғымен не жасауымыз керек? Сүйеміз. Еденге не жасауымыз керек? Иіліп, рахмет айтамыз. Ось деңгейге иілеміз. Арқамызбен кеттік. Тынысымызды өкпеге жинап, ауаны шығарамыз өкпемізден. Басымызды сәл иеміз. Сәл иеміз. Басымызды көтеріп барып, жинай аламыз. Бұл жерде басты рөл ойнайтын мына біздің көзқарасымыз. Көзқарасымыз көрерменге қарап бар моментті иіліп, аяқты қосқанда балды, мына барынша екі балды материалмен бірге қосып көрейік, орындап көрейік. Дайынбыз. Ереже бойынша әрбір негізгі қимылды классикалық ережені сақтай отыра орындалу әдістемесін дұрыс сақтауға тырысу керек, қайталаймыз.
жинауын бұлшықеттердің жұмысы, позицияларды дұрыс ұстау, бірінші ашық тік позиция деген сияқты. Одан кейін музыкалық материалды жақсы тыңдап, жақсы меңгеруге барынша біз ұғынып, орындап тырыстық. Өйткені бұл жерде классикалық биден ең негізгі айырмашылығы әрбір станок жанындағы комбинация әртүрлі халықтық сипатта орындалғандықтан, сол халықтың сипатына, сол ұлттың нақышына, сол ұлттың мінез сипатын, мінез құлқын көрсетуге кішкентай бір комбинацияда көрсетуге тырысу керек. Бірінші, енді біздің комбинацияның ерекшелігі қыздар сипатында болғаннан кейін, лирикалық музыка болғаннан кейін біз хороводты қалай орындаймыз, зал ортасында, сахнада әрі қарай қалай біз дамытып, үлкен би этюдін құрастырып орындаймыз, соны біз соған қарай бағытталдық. Яғни комбинацияда, бір комбинацияның ішінде кішкентай бір халықтың ұлттың сипатын, оның мінез құлқын, қимылдарын орындау мәнерін, қыз баланың мінез құлқын барынша көрсетуге тырысуымыз керек. Негізгі енді үйде жалпы өзіңіз видео материалды пайдалана отырып, барлық оқытушының, мына бізге көмекке келген студенттердің орындауына қарап отырып, сіздер де тап осы комбинацияны орындауларыңыз керек. Ережелерді сақтай отырып, барлық қимылдардың орындалу әдістемесін назарға алып, формамен, би формасымен орындауға тырысамыз. Бүгінгі сабаққа рахмет, Айша мен Виолеттаға рахмет айтамыз, Нұрмидаға рахмет айтамыз, сабағымызды аяқтаймыз. Баку!